Азамат соғысынан кейін кеңес өкіметі неліктен әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшті. Жаңа экономикалық саясаттың қандай артықшылықтары болды? Әскери коммунизм саясаты мен ЖС-тің белгілерін қалай ажыратамыз? Әскери коммунизм саясатының салдары қандай болды? Жаңа экономикалық саясат өнеркәсіп пен саудаға қандай өзгерістер әкелді? ЖС кезінде кеңес өкіметі тарапынан қандай реформалар жүзеге асты? Азамат соғысынан кейін кеңес өкіметі неліктен әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшті? Коммунистердің пікірінше, ЖС-тің негізгі міндеті елдің экономикалық жағынан артта қалу мәселесін шеше алатын жұмысшылар мен шаруалардың одағын құру, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының бір-біріне көмектесуін жүзеге асыру. Жаңа экономикалық саясаттың қандай артықшылықтары болды? Жаңа экономикалық саясаттың артықшылықтары: несие тұтыну кооперациясының құрылуы, еңбек міндеткерлігінің жойылуы, сауда еркіндігі, жалдамалы еңбекті қолдану, жерді жалға беру, ұсақ кәсіпорындарды жалға беру, кәсіпорындарды шаруашылық есепке көшіру. Әскери коммунизм саясаты мен ЖС-тің белгілерін қалай ажыратамыз? Әскери коммунизм белгілері: азық-түлік салғырты жойылды, өнімді айырбас бөлу жүйесі енгізілді, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігі енгізілді, ақшалай жалақы орнына карточкалық паёк берілді, жекеше кәсіпорындар мемлекет қарамағына алынды, өндірістік тауарлар мен астық саудасына мемлекеттік монополия орнатылды. Жаңа экономикалық саясат белгілері: еңбек міндеткерлігі және еңбек армиялары жойылды, жеке ауыл шаруашылық қожалықтарына, жеке меншіктегі кәсіпорын иелеріне жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берілді. Елдегі ақша жүйесін нығайту, ақысыз қызмет көрсетуді жою, еңбекке ақшалай жалақы төлеу міндеттелді. Мемлекеттік және кооперативтік сауданың дамуы көзделді. Мемлекеттің бақылауымен жеке саудаға рұқсат берілді. Әскери коммунизм саясатының салдары қандай болды? Әскери коммунизм саясатының салдары ауыр болды. Олар: басқарудың шамадан тыс орталықтандырылуы, мал басының кемуі, аштықтың етек алуы, бүліктер мен көтерілістердің шығуы. Ал жаңа экономикалық саясат енгізілгеннен кейін экономикалық дамуда біраз табыстарға қол жетті. ЖС-тің жетістіктері: елдің дағдарыстан, ашаршылықтан шығуы, нарықтық қатынастарға көшудің басталуы, салықтың жалпыға бірдей ақшалай түрінің енгізілуі, астық түсімінің артуы, өнеркәсіп орындарының көбеюі. Жаңа экономикалық саясат өнеркәсіп пен саудаға қандай өзгерістер әкелді? Өнеркәсіптегі өзгерістер: кәсіпорындар сала бойынша ірі тресттерге біріктірілді. Ұсақ кәсіпорындар жеке меншікке берілді. Өнеркәсіп, теміржол, көлік тасымалы шаруашылық есепке көшірілді. Өнеркәсіптегі кемшіліктер: Қазақстан шикізаттық бағытта ғана дамыды. Тресттердің пайдасы орталыққа кетті. Тауар айналымындағы өзгерістер: 1921 жылы айырбас туралы декретте жеке саудаға рұқсат беріліп, жәрмеңке саудасы күшейді. Бірінші, Семей губерниясында Қоянды Баянауыл жәрмеңкесі. Екінші, Ақмола губерниясында Атбасар жәрмеңкесі. Үшінші, Ақтөбе уезінде Ойыл темір жәрмеңкесі ашылды. Ауыл шаруашылығындағы өзгерістер: әскери коммунизм саясаты кезінде азық-түлікке енгізілген салғырт жойылып, оның орнына салық енгізілді. 1924 жылы 1 қаңтардан бастап салық тек ақшалай төленетін болды. Мал өсіретін қожалықтар салықтан босатылды. Нәтижесінде егіс көлемі ұлғайып, мал саны өсті. ЖС кезінде кеңес өкіметі тарапынан қандай тиімді реформалар жүзеге асты? Қазақстанда 1921-1922 жылдары жер-су реформасы жүргізілді. Бұл реформаны жүргізу үшін 1921 жылы Қосшы одағы құрылған болатын. 1924-1928 жылдары мал саны 40,5 миллионға жетті.
Жаңа экономикалық саясаттың тоқтатылу себептері. Бірінші, кеңестік идеологияға қайшы келуі. Екінші, шетел капиталының арта түсуі. Үшінші, ұсақ тауар өндірушілерге қарсы күрестің күшеюі. Сонымен, жаңа экономикалық саясат жылдары республиканың халық шаруашылығындағы өзгерістердің орын алып, елдің дағдарыстан шыққанын, экономикалық дамуда жаңа өзгерістердің орын алғанын көрсетті.